Сәлем қыздар, гуляшты қанша рет жасасам да тура осындай болып шықпайтын. Сөйтсем барлық құпиясы соусында екен. Алдымен етімізді жақсылап қуырып аламыз, үлкен бөліктерге бөліп, пиязбен бірге, пиязды молына сала беріңіздер, өте дәмді болып шығады. Екінші жағына картоплымызды қайната береміз. Пюре жасау үшін пиязды бір араластырып жібереміз да соусын дайындаймыз. 2 ас қасық томат, тұз, шекер, ұн және де сұйық майдың орнына сливочное масло қосамыз, яғни 82% болу керек. Жақсылап араластырамыз, су құямыз да. Пиязымыз осылай сары түстес болған кезде су құйып, жаңағы соусты араластырып үстіне саламыз. Өте дәмді болып шығады қыздар, иісін енді айта алмаймын. Одан кейін жақсылап барлығын араластырамыз да бір бұрқ еткізіп қайнатамыз. Жай отта үстіне өзіңіз қалаған зеленді салсаңыз болады. Еттер енді өте жұп-жұмсақ болып шығады. Енді пюремізді өзіңіз қалаған әдісте, ұнаған әдісте езіп алсаңыз болады. Мен осылай сүт, май қосып ездім. Осымен біздің тағамымыз дайын. Менің рецептімді сақтап алыңыз.